Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біз сіздермен математика 4 сынып 105 сабақта өтетін боламыз. Сабақтың тақырыбы өзіңді тексер. Алдымен балалар каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Алдымен бірінші есепке қарайық. Нұсқаларды таңдап алу тәсілімен есептерді қалай шығаратынын білемін және түсінемін. Егер сандағы барлық цифрлар әртүрлі болса, онда 5, 3, 1, 7 цифрларының көмегімен барлық 2 таңбалы сандарды жаз дейді. Яғни бұл жерде бізге сандар қайталанбауы тиіс. Сонда біз 1-ден бастаймыз. 13, 15, 17. 3-тен бастап жазамыз. 31, 35, 37. 5-тен бастағанда 51, 57, 53 және соңғы 7-ден бастаймыз. 71, 73, 75. Сонда бізде бұл жерде 12 2 таңбалы сан шығады. Біз бұл жерде 11, 33, 55, 77 деп жазамаймыз. Себебі бізге сан қайталанбауы керек. Келесі бізде екінші есеп. Есеп шығарған кезде түсімділіктің формуласын қолданамын. Есепті шығар, қолданған формулаңды жаз. Ауданы 5 гектар алқаптан жиналған қызанақтың түсімділігі 140 гектар центнер. Ал ауданы 7 гектар алқаптан 20 гектар центнер болды. Екі алқаптан барлығы неше центнер қызанақ жиналды дейді. Енді балалар, біз бұл жерде ауданды S1 деп белгілейміз. Яғни бірінші жиналған алқаптың ауданын S1. Ол 5 гектарға тең. Кішкентай m-мен біз қызанақтың түсімділігін белгілейміз. Ол 140 гектар центнерге тең. S2 бізде 7 гектарға тең, ал кішкентай m2 120 гектар центнерге тең. Енді шешуін біз бұл жерден екі алқаптың барлығы неше центнер қызанақ жиналғанын табуымыз керек, және жеке-жеке қанша жиналғанын табуымыз керек. Сонда біз шешуі үлкен m1 тең m көбейтілген s дейміз. Сонда 140-ты 5-ке көбейтеміз, 700 центнер болады. Ал m2 бізде 120-ны 7-ге көбейтеміз, 740 центнер болады. Енді барлығын табу үшін m тең m1 қосылған m2 дейміз. Сонда осы шыққан екі мәнді бір-біріне қосамыз. 700-ге 740-ты қоссақ 1540 болады. Яғни жауабы екі алқаптан барлығы 1540 центнер қызанақ жиналды. Әрі қарай үшінші есеп. Геометриялық басқатырғышқа талдау жасай аламын. Текше жазбасының оң жағында оның әртүрлі бағытта бұрылған бейнесі берілген. Суреттегі текшенің жазбасына қарап, сұрақ белгісімен қандай жеміс жасырылғанын анықта дейді. Енді балалар, тура ортасында бізге анар көрініп тұр. Анардың бас жағы алмұртқа, аяқ жағы апельсинге қарап тұр. Екі шетінде алма, өрік әрі қарай құлпынай тұр. Енді бірінші суретте төңкеріліп, яғни былай көлденеңнен жатып тұр ғой бізде ше. Енді жоғарғы жағы, тікенекті жағы, ол бізде бергі беттегі суретте алмұртқа қарап тұр. Демек, біріншісі бізде алмұрт болады, балалар. Енді екіншісі төмен қарай қарап тұр ғой. Сонда төмен қарай қарап тұрған кезде ол сол жағындағы алмаға қарап тұр. Оның шет жағы бір шет жағы. Сонда екіншісі алма болады. Ал үшінші жақта бұл жерде де көлденеңнен жатқызылып тұр. Бізде астыңғы жағында, яғни тікенекті емес, астыңғы жағында бұл жерде апельсин орналасқан. Сонда біріншісі алмұрт, екіншісі алма, үшіншісі апельсин болады. Келесі төртінші есеп. Екі дененің қозғалысына берілген есептерге теңдеу құра аламын. Есепті теңдеу құрып шығар дейді. Бірінші желаяқ спортшының жылдамдығы 4 метр секунд. Ал екіншісінің жылдамдығы 2 метр секунд. Неше уақыттан кейін желаяқ спортшылардың ара қашықтығы 80 метр болады дейді. Енді балалар, алдымен есептің шартын құрамыз. V1 бізде 4 метр секундқа тең. V2 2 метр секунд деп жазамыз. S бізде 80 метр деп аламыз, және біз t-ны табуымыз керек. Енді біз шешуін табу үшін t-ны x деп белгілейміз. Себебі біз теңдеу құру керекпіз. Яғни бұл жерде табу керек бізде t. Енді біз v-ны v қашықтау деп аламыз. Сонда біз v1-ден v2-ны азайтамыз. Одан кейін теңдеуді құру үшін біз мына формуланы қолданамыз. S тең v қашықтау көбейтілген t. Сонда 80 тең жақша ішіндегі 4 минус 2 жақша жабылған көбейтілген x деп аламыз. Енді әрі қарай 80 тең 4-тен 2-ні алсақ 2, 2 көбейтілген x дейміз. X тең 80 бөлінген 2, x тең 40. Сонда бізде t 40 секундқа тең болады. Яғни жауабы
40 секундтан кейін желаяқ спортшылардың ара қашықтығы 80 метр болады. Ары қарай бізде 5-ші есеп. Есепке графиктің дұрыс сызылғанын тексере аламын. Есептің шартын оқы. Ол графикке сәйкес келе ме? Есептің шартын графикке сәйкес өзгерт. Есептің сұрағына жауап бер дейді. Бір қаладан бір уақытта бір бағытқа қарай жеңіл машине және жүк көлігі шықты. Жүк көлігі 60 км/сағат, ал жеңіл машине 120 км/сағат жылдамдықпен жүрді. 2 сағаттан кейін олар бір-бірінен қандай ара қашықтықта болды дейді. Яғни бізге V1, V2, T берілген, біз S-ті табуымыз керек. Енді балалар графикке қарайтын болсақ, бұл жерде жеңіл автокөлік, яғни жеңіл машине бізде 120 емес, 100 км/сағат жылдамдықпен жүріп жатыр. Сонда балалар 100 деп жөндеп қоямыз да, ары қарай есептің шартын құрамыз. V1 бізде 60 км/сағатқа тең, V2 100 км/сағат деп белгілейміз. T 2 сағатқа тең, S табуымыз керек. Алдымен шешуінде біз V қашықтау жылдамдығын табамыз. Ол үшін V қашықтау тең V2 азайтылған V1 деп аламыз. Сонда V қашықтау тең 100 азайтылған 60, 40 км/сағатқа тең. Енді S-ті табу үшін V қашықтау жылдамдығына T-ны көбейтеміз. Сонда V қашықтау жылдамдығы 40, ал бізде T 2-ге тең, 2 сағатқа тең. Сонда 40-ды 2-ге көбейтеміз, 80 км болады. Жауабы сонда 2 сағаттан кейін олардың бір-бірінен ара қашықтығы 80 км болады. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарды жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар балалар. Сау болыңыздар.